сот арқылы банкроттық жариялау дегеніміз не? Сот арқылы банкроттық жариялауға жаңағы Қаттырақ айтсаңыз. банк алдындағы микроқаржылық ұйымдар және коллекторлардың алдындағы қарыздарының сомасы 5 миллион 520-дан жоғары деңгейде, және де банктерден тыс басқа да жеке немесе заңды тұлғалар алдындағы қарыздар бойынша сот арқылы жүгіне алады банкроттыққа. Сот арқылы жүгінеді, жаңағы 12 айлық жаңағы соттан тыс банкроттықтың талабы сияқты 12 айдан жоғары төленбеген болу керек. Ал мүлкі болған жағдайда да сот арқылы банкроттыққа жүгіне алады. Бірақ мүліктері сатуға жатады. Міне, мәселе қайда жатыр. Мүліктер сатуға жатады. Оның басында, мысалы, сот арқылы ол өзін банкроттық рәсімдегісі келді, банкрот деп жариялағысы келген азаматтың басында баспанасы бар дейді. Жалғыз баспанасы бар. Кепілде болған жағдайда емес па, иә? Егер жалғыз баспанасы кепілде болған жағдайда ғана сатуға жатады. Кепілде болмаса, ол кепілде болмаса, ешкімнің талап етуге құқысы жоқ. Егер ол жалғыз баспана болса. Яғни сот арқылы да азамат басында баспанасы болса, 5 миллион 520 мың теңгеден артық қарыз болған жағдайда оның шектік мөлшері бар ма? 10 миллион, 100 миллион кредиті болса деген мысалға. 5 миллион 520-дан жоғары. 5 миллион 520 мың теңгеден жоғары. Жаңағы, егер тұрғын үй, жалғыз тұрғын үйі кепілзат болып табылса, онда жаңағы тұрғын үй сатуға жатады. Егер кепілзат болмаса, ешкімнің оған талап етуге құқысы жоқ. Сөйтіп,